Ене. Бірінші бөлім. Ене мен келіннің арақатынасы бітпейтін әңгіме десе де болады. Енелер де бір кездері келін болған, келіндер де кейін ене болады. Сиырдың басына туған күн бұзауға да туады деген сөз бар емес пе? Өкінішке орай бұл сөздің пайымын кеш түсініп жатқандар баршылық екен. Келін деген сөздің өзі келген адам деген мағынаны білдіреді екен. Шаңырағыңызға түскен келінді балаңыздың жан-жары, болашақ немерелеріңіздің анасы ретінде қабылдап, ене ретінде өмірден алған бар тәжірибеңізбен бөлісіп, отбасыңызға сіңісіп кетуіне жағдай жасағаныңыз жөн емес пе? Келін қай жерден, қандай отбасынан келсе де, ол балаңыздың таңдауы. Болашақта ұлыңызбен бірге отбасылық өмірге қадам басып, ұрпақ жалғастырар екінші жартысы жан-жары. Алдымен Алланың, екінші ата-анасының аманаты. Аманатқа қиянат жасау үлкен күнә. Келінге қаншалықты мейіріміңізді төгіп, ақылмен, сабырмен өз отбасыңыздың тәртібін, жай жапсарын үйретіп, бауырыңызға бассаңыз, ол да сізге бар мейірімін төгері анық. Осы күніңізді ғана емес, болашағыңызды ойлауыңыз қажет. Қартайып, күш-жігеріңіз тайған шақта келінге қарайлап қаласыз. Бұл өмір шындығы. Өмірдің айнымас сандылығы. Әңгімедегі кейіпкерім 60-та алқымдап қалған үлкен кісі. Сіздермен өз тағдыры, өмірі жайлы бөліскісі келеді. Өзегін өртеген, жанын жегідей жеген жайттар, жүрегі тыныштық таба алмай, маған хабарласып, бар өмірі мен бар сырын айтып жазбақ қылып шығаруымды өтінді. Мен батыс жақтың тумасымын. Әкем ертеректе дүниеден өтіп, анам бізді жалғыз өзі бағып өсірді. Өзімнен үлкен 2 әпкем, 2 ағам бар. Мен үйдің кенжесі едім. Әр қайсының өз отбасы, бала-шаға немерелері бар. Анам осыдан 5 жыл бұрын 90 жасқа келіп, есі кресілі шығасылы болып, 1 жылдай төсек тартып жатып, өмірден өтті. Мен ес білгелі әкем өмірден өтіп кеткен еді. Әкемді суреттерінен қарап қана білетінмін. Анам жергілікті балабақшада аспаз болып жұмыс істейтін. Ол кезде ауылымызда аралас ұлттар көп еді. Әсіресе орыстар. Біз де орыс мектебінде оқыдық. Орысша тәрбие алдық. Анамның мінезі тұрақсыз еді. Тез ашуланып, тез қайтатын. Аздап ащы судан ұрттағанды да жақсы көретін. Ол жұмыста болғанда бәрімізге үй жұмыстарына байланысты тапсырмалар беріп кететін. Мектептен келе сала үй тіршілігін жасайтынбыз. Бірақ мен үйдің кенжесі болғандықтан аға әпкелеріме еркелеп, үй шаруасын мүлде істемейтінмін. Көршінің қыздарымен кешке дейін ойнап жүретінмін. Олар да маған ұрыспайтын. Ештемеге мәжбүрлемейтін. Сабақты да дұрыс оқымадым. Әйтеуір мектепті 3-пен бітірдім. Әпкелерім тұрмысқа шықты. Ағаларым армияға барды. Келген соң үйленді. Үлкен ағам Алматыға жұмысқа кетіп, сол жақтан үй алып, мені оқуға түсуге жанына шақырды. Мен мектепте нашар оқығандықтан жоғарғы оқу орнына түсе алмадым. Сөйтіп ауылға қайтқым келмей, орта білім алсам да оқимын деп училищеге оқуға түстім. Жеңгем пысық, жақсы кісі еді. Жұмыста істейтін. Бала бағып, үй тіршілігіне де үлгеретін. Мен тек сабаққа барып келемін. Сосын бала бақшадан ағамның кішкентай ұлын әкеліп, соны ойнатып жүретінмін. Үй шаруасына араласпайтынмын. Тіпті киімдерімді де жеңгем жуып қоятын. Жастайымнан түк істемей, ақсаусақ болып өскендіктен бе, аққұба, нәзік, сұлу болатынмын. Талай жігітті таңдай қақтырып, менсінбей жүретінмін. Ағамның да табысы жақсы болатын. Қаланың қыздарынан кем қылмай киіндіретін. Жолыма, тамағыма ақша беріп қоятын. Студенттік өмірімде ешқандай таршылық көрмедім. Осылай соңғы курсқа келіп, оқуды аяқтайтын кезде Алматының маңындағы ауылда тұратын бір жігітпен таныстым. Оқудағы құрбымның ағасының досы екен. Бойы ұзын, денелі, қазақша әдемі сөйлейтін. Сөйтіп анда-санда сабақтан соң кездесіп тұратын болдық. Ол маған келіп тұратын. Оқуды бітіріп, диплом алған соң бір күні құрбым ауылына қонаққа шақырды.
Ағамнан сұранып едім, көріп жүрген құрбым болған соң жіберді. Бізді құрбымның ағасы мен әлгі ұнатып жүрген жігітім келіп алып кетті. Ауылдары қалаға жақын екен, тез-ақ жетіп бардық. Кіре бере құрбымның ағасы қатты сигнал бере бастады. Мен түк түсінбей, мұнысы несі деп таңдана қалдым. Құрбыма қарасам, ол жымиып күледі. Сөйтсем, бұлар мені алып қашып келіпті. Мұны бір үйдің ауасына кіргенде ақ жаулықты көтеріп жүгіріп келе жатқан апаларды көргенде бірақ түсіндім. Сөйтіп жылап-сықтап басыма орамал салынып келін атандым. Сол түні аға жеңгеме хабаршы жіберіліп, олар қуғыншы болып келді. Жеңгем кіріп жігітім жайлы сұрады. Танитынымды, біраз кездесіп жүргенімді айттым. Жеңгем: оқуды бітірдің, енді тұрмыс құрғаның да жақсы ғой. Алматыда қаласың, үйлері үлкен, анасы да жақсы адам сияқты. Көріп біліп келіп отырсан болды. Деп ағам екеуі отырып, ішіп-жеп, ойнап күліп анама өздері хабар беретін болып, қоштасып кетіп қалды. Ертесінде бүкіл ауыл адамдарына беташар жасалды. Келін болып түскен үйімде атам жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болған. Енем мен 2 қайынәпкем бар, екеуі де тұрмыста. Менің күйеуім кенже, жалғыз ұл екен. Енем осы ауылдың мектеп директоры болып, бұрыннан қызмет жасайды. Беташардан соң келіндік міндетіме кірістім. Кешке қарай сол үйдің туған туыстары келіннің шайын ішуге, әрі құтты болсын айтып қонаққа келді. Сөйтіп енем маған шай демде деді. Шынымды айтсам, сүт қатқан шайды қалай демдеуді білмейді екенмін. Алғашқы сәттен бастап қарапайым шай демдей алмай, аптырап, жанымдағы көмектесіп жүрген көрші келіншекке қарап, көрсетіп үйретіп жіберуін өтіндім. Ол маған қарап, таң қалып қалды. Ой, қарапайым шай демдеуді білмесен, өлген жерін осы екен. Мен үйретіп жіберемін ғой, бірақ болашақта ененен жақсылық күтпе. Ол кісінің мінезі қатал, байқа жаным, деді. Мен ішімнен уайымдап, қорқып қалдым. Өйткені мен ешқашан үй шаруасына араласып, қыз болып, әпке жеңгелерімнен ештеме үйренген жоқпын. Үйретсе де, өзім мұндай шаруаларға құлқым болған жоқ. Енді не істеймін? Өзімнің аз үйге, үй тіршілігіне олақ екенімді алғаш рет сол жерде ұқтым. Жалғасы бар.